Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Келесі лекциямыздың тақырыбы Еуропа және Азия елдеріндегі лидерлер. Тақырыптың жоспарына сәйкес, Еуропа лидерлерінің жалпы сипаттамасы, Азия лидерлерінің ерекшеліктері, Еуропа және Азия лидерлерінің салыстырмалы артықшылықтары мен кемшіліктері, ұлы гуманист лидерлер адамзат құндылықтарының қорғаушылары тақырыптарымен танысатын боламыз. Лидерлік қоғам дамуының негізі. Әлемнің әр түкпірінде басшылардың қабылдайтын шешімдері мемлекеттің тағдырына тікелей әсер етеді. Лидерлердің мінезі, көзқарасы, басқару стилі елдің ішкі және сыртқы саясатына ықпал етеді. Азия мен Еуропаның тарихи, мәдени, саяси жағдайлары әртүрлі болғандықтан, көшбасшылыққа деген көзқарас та өзгеше. Азия елдерінде тәртіп пен иерархия басым болса, Еуропа елдерінде демократиялық құндылықтар алдыңғы орында. Еуропа лидерлерінің жалпы сипаттамаларына келетін болсақ, Еуропа бұл құқықтық мемлекеттер, азаматтық қоғам және демократиялық басқару жүйелері қалыптасқан аймақ. Мұндағы лидерлік стиль ашықтыққа, жауапкершілікке және ұжымдық шешім қабылдауға негізделген. Еуропалық көшбасшылардың басты ерекшеліктері олардың халықпен кері байланыста болуы, заң және адам құқықтарына сүйену, тиімді коммуникация және сын пікірге ашық болуы. Бұл жерде Еуропа елдерінің ішінде Германия, Франция, Ұлыбритания елдерінде лидерлер Ангела Меркель, Эммануэль Макрон және Уинстон Черчиллді мысал ретінде айтсақ болады, және олардың басым қасиеттеріне назар аударатын болсақ, Ангела Меркель сабырлық пен стратегияны, Эммануэль Макрон жаңашыл дипломат және Уинстон Черчилль харизма, шешімділік сипатына ие. Және де осы Еуропадағы басқару стильдерін критерий бойынша айтатын болсақ, үш стильді ең басым бөлігі ол демократиялық стиліне берді, яғни 55%. 30% трансформациялық стиль құрайтын болса, авторитарлық стиль 15% құрап отыр. Ал тиісінше Азия лидерлерінің ерекшеліктеріне келетін болсақ, мұнда Азия бұл ежелгі мәдениеттер, ұрпақтар сабақтастығы және жоғарғы құрметке негізделген қоғамдық мекен. Көшбасшылық көбіне иерархияға, тәртіпке және ұжым мүддесіне негізделген, және азиялық лидерлердің ерекшеліктеріне келетін болсақ, олар жоғары лауазымды құрметтеу, коллективизм, жеке мүддеден қоғам мүддесін жоғары қою және басшы үлгі тұтар тұлға ретінде болуы қажет. Және де бұл жерде де Азия лидерлерінің ерекшеліктерін көрсету үшін біз Қытай, Жапония, Сингапур елдерінің лидерлерін алдық. Қытай елінде Цзи Цзиньпин, яғни оның басым қасиеті ұлттық тәртіп пен стратегиялық даму. Ал Жапония елінде Синдзо Абэ экономикалық реформалар мен дипломатияға басымдық берсе, Сингапур лидері Ли Куан Ю қатаң тәртіп пен жаңару үлгісін сипаттап отыр. Және де Азия елдеріндегі көшбасшылық стильдерін Еуропа елдерімен салыстыратын болсақ, бұл жерде авторитарлық стиль басымдыққа ие, және 50%, ал трансформациялық стиль 30%, демократиялық стиль бар жоғы 20% құрап отыр. Еуропа және Азия лидерлерінің салыстырмалы артықшылықтары мен кемшіліктеріне келетін болсақ, Еуропа көшбасшыларының артықшылықтары ашықтық пен демократия, азаматтық қоғаммен тығыз байланыс, заң үстемдігі және құқықтық қорғау, көшбасшының халық алдындағы жауапкершілігі, ал кемшіліктері қатаң экономикалық дағдарыс кезеңдеріндегі шешім қабылдаудың баяу болуы және қоғамда қарсылыстар мен пікір алшақтықтардың жиі болуы. Ал Азия елдерінде Азия көшбасшыларының артықшылықтары ұлттық бірлік пен тәртіпке негізделген басқару, қатаң билік пен жоғары дәрежеде ұйымдасу және қоғамдағы мәдени және дәстүрлі құндылықтарды сақтауға ұмтылу. Кемшіліктеріне келетін болсақ, азаматтық қоғамның шектелуі, көшбасшының авторитарлы болуы және бейбіт шешімдер мен еркін пікір алмасу мүмкіндігінің болмауы. Келесі Еуропа мен Азия лидерлерінің
стиль қолдану салалары бойынша салыстыру инфографикасына назар аударатын болсақ, мұнда білім, бизнес, медицина және саясат саласын алып отырмыз. Білім саласында Еуропа елдері демократиялық трансформациялық стильді қолданатын болса, Азия елдерінде авторитарлық ұжымдық стиль. Бизнес саласында трансформациялық қызмет етуші стилін қолданады Еуропа елдерінде, ал Азия елдерінде басымырақ болатын ол қатаң иерархиялық және ұзақ мерзімді жоспарлау. Медицина саласында Еуропа елдерінде эмпатиялық, этикалық, көшбасшылық стильдерінде болатын болса, Азия елдерінде әкімшілік ережеге негізделген. Саясатта Еуропа елдері демократиялық, гуманистік стильде, ал Азия елдерінде ол авторитарлық, прагматикалық стильдерді көрсетіп отыр. Еуропа және Азия көшбасшыларының тарихи ықпалы. Еуропалық көшбасшылардың тарихи ықпалы Винстон Черчилль мысалға Екінші дүниежүзілік соғыста Германияға қарсы күрестегі стратегиялық көшбасшылық және халықаралық дипломатиядағы әсері, ал Шарль де Голль Францияның бейтарап саясатта тұрақтылығын қамтамасыз етіп, Еуропаның бірігуіне ықпал еткен тұлға болып саналады. Ангела Меркель Еуропалық одақтың ішіндегі келісімдер мен экономикалық тұрақтылықты сақтауға үлкен әсер еткен тұлға. Ал азиялық көшбасшылардың тарихи ықпалын мысал ретінде келтіретін болсақ, Махатма Ганди Үндістанның тәуелсіздігі үшін күресте зорлықсыз әдіс қолдануды насихаттаған болатын. Ли Куан Ю Сингапурды экономикалық тұрғыдан күшті мемлекетке айналдырған көшбасшы. Си Цзиньпин Қытайдың жаһандық аренадағы позициясын нығайтып, экономикалық реформаларды жүзеге асырған. Келесі ұлы гуманист лидерлер адамзат құндылықтарының қорғаушылары. Гуманист лидерлер бұл әділеттілік, бейбітшілік, білім және адам құқықтарын қорғауда басымдық беретін тұлғалар. Олар қоғамды тек билік арқылы емес, рухани және моральдық құндылықтармен басқарады деген тұжырымда. Яғни бұл жерде Махатма Ганди, Нельсон Мандела, Лев Толстой секілді ұлы тұлғаларды мысалға келтіріп айтуға болады. Ұлы гуманист лидерлердің қазіргі заманғы рөлі. Нельсон Мандела Африкада нәсілдік теңдікке қол жеткізу үшін күрескен тұлға. Оның бейбітшілік шешімдер қабылдауда қазіргі заманда да әлемдегі көптеген қайшылықтарды шешуге үлгі болып табылады. Яғни ұлы гуманист лидер ретінде мысал ретінде келтірсек болады. Келесі Махатма Ганди Үндістанның тәуелсіздігін зорлықсыз әдіс арқылы алған. Оның принциптері мен философиясы әлемде әлеуметтік әділеттілік пен бейбітшілік үшін күресушілердің рухани күші болып саналады. Ангела Меркель Германияның канцлері ретінде әлемдік мәселелерге шешім қабылдауда әрдайым адам құқықтарын бірінші орынға қойып отырған. Жалпы тақырып бойынша қорытындылайтын болсақ, Еуропа және Азия елдеріндегі көшбасшылық модельдері әртүрлі тарихи, мәдени және саяси жағдайларға негізделген. Еуропалық көшбасшылар көбіне демократиялық және гуманистік құндылықтарға сүйенсе, азиялық көшбасшылар тәртіп пен дәстүрге басымдық береді. Екі өңірдің көшбасшылары да өз қоғамдары үшін маңызды өзгерістер енгізіп, жаһандық деңгейде ықпал еткен. Еуропа көшбасшылары ашықтық, теңдік, құқықтық мемлекеттік қағидаларды ұстанады. Ал Азия көшбасшылары бірлік, тәртіп, ұлттық мүдде негізіндегі басқаруға ұмтылады. Ал ұлы гуманист лидерлер адамзат дамуының рухани тірегі ретінде айтуға болады. Жалпы лекцияны тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.